Саламатсыз ба? Біздің сізге қоятын сұрағымыз бар. Европа материгінде И әрпіне басталатын мемлекетті айтып жібересіз бе? Италия. Италия мемлекетінде ең танымал тағам? Пицца. Дұрыс айтасыз, пицца. Сізге көп-көп рахмет. Ал енді құрметті көрермендер, бүгін бізде менюда пицца. Сіздер ойлап жатқан боларсыздар, мына жігіт неге қазақтың бешбармақ, немесе палау, манты секілді тағамдарын дайындамайды деп. Менің мақсатым сіздерге үйде тез арада дайындалатын және де көп шығын қажет етпейтін тағамды сіздерге үйрету. Олай болса, пиццаны қазір үй жағдайында дайындауды үйретемін. Пиццаны мен тестасын сатып алу керек емес. Тестаны үйде де дайындауға болады, қамырын. Мен соны қазір қалай жасау керектігін үйретемін. Ендеше бізге бірінші бір стакан су керек. Стакан су жылы болу керек. Егер де ыстық болса, суымыз ыстық болса, біз қосайын деп жатқан дрожжымыз 50 градус температурада ол өзінің свойствосын және өзінің құрамын құртып алады. Сондықтан да суымыз комнатная температура деп айтады, бөлме температурасындай болу керек. Бұл жаққа біз өзімізге қажетті шамамен 20 грамм дрожж қосамыз. Дрожж қосамыз да бұны жақсылап араластырамыз. Дрожжымыз 1-2 минут сумен жақсылап араласқаннан кейін жарты шай қасық қант және де жарты шай қасық тұз қосамыз. Және кішкене оливковое масло, зәйтүн майын қосамыз. Енді қант, тұз, майымыз жақсылап суға сіңу үшін міндетті түрде мұқият араластырып аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін бізге өзімізге керекті 500 граммдай ұн қосамыз. Ұнды желательно высший сорт алған дұрыс. Жақсылап араластырамыз. Сіздерге бір қызықты факт айтып берейін. Итальяндық ғалымдар пиццаның пайдасын рак болудан және инфаркттың қауіпінен сақтайды деп дәлелденген. Қалай ол? Алло, пицца доставка? Үйге күнде бір пицца жіберіп тұрыңызшы. Дәл осы сәтте жақсылап қамырымызды араластырып алғаннан кейін 1-2 сағатқа көтерілуге қалдырып қоямыз. Көтерілу үшін бір өзімізге арналған ыдысқа салып қойып, бетін жауып қоямыз. 2 часа спустя. Өзіміз жасаған қамырымызды тексеріп аламыз. Қамырымыз біраз көтерілді. Енді осы қамырды біз 1-дей 3-4 бөлікке бөлеміз. Бұны енді жаямыз. Итальяндықтар негізі бұрынғы кезде пиццаны ең төмен отбасылар тандыр бар ғой, лепешка, соның орнына жеген. Ал қазіргі таңда кафелердің барлық менюында пицца бар. Қамырымызды кішкене ұн сеуіп, илеп жібереміз. Мен енді профессионал пицца мейкер ретінде жатпаймын. Сіздерге енді үйде қалай дайындау керектігін үйретіп жатқаным. Дәл осы сәтте біз сковородкамызды қыздырып аламыз. Және оған оливковое масло қосамыз. Қамырды саламыз. Және кішкене арасын ашып-ашып жібереміз. Енді өзімізге керек томатты қосамыз. Дәл осы сәтте біз пешімізді қосамыз. Өйткені пиццаны салмай тұрып, біз пешіміз қызып тұру керек. Колбасаны жұқа турап, оны қоссақ та болады. Енді біздің начинка, моцарелла деген сырымызды қосамыз. Енді кішкене аромат беру үшін кинза қосам мен. Әркім өзіне ұнайтындай қосуға болады. Енді кішкене базилик қосамыз. Бұл райхан қазақша айтқан кезде.
Өте керемет аромат береді. 5-6 жапырағын арасына қосып жібереміз. Дәл осы сәтте сырды бетіне теркадан өткізсек болады. Сырымыз қатты болып тұру үшін морозильникке бір 20 минутқа қоямыз. Сол кезде ол теркадан жақсы өтеді. Енді дәл осы қалыппен біз пиццамызды қызып жатқан пештің ішіне саламыз. Пешіміз 180-200 градустың ортасында қызу температурада болса, 15 немесе 17 минут аралығында пиццамыз ішінде тұрады. Ал енді пиццамыз дайын болды, оны пешімізден шығарамыз. Вау! Бұл пицца бізде үй жайында дайындалған пицца. Пиццаны негізі дрожжіні аздау қосып, пайдалы көкөністерін көбірек қылса, ол біздің ағзамызға пайдалы екен. Итальяндық ғалымдар солай пайымдайды екен. Ендеше, тағы да көптеген тағамдарды қалай үйде дайындау керектігін үйренгіңіз келсе, менің каналыма подписация етіп, достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер, және де лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.